жағымды күйге келіп алғаннан кейін үйге берілген тапсырма тексеріледі. Үйге берілген тапсырманы бір оқушы оқиды, қалған оқушылар қолдарына қара қарындаштарын алып, дұрыс емесін белгілеп отырады. Берілген өрнектерді орындай отырып, сабақтың тақырыбын ашады. Сабақтың тақырыбы 8-9 сандарын көбейту және бөлу кестесі және жақсылық пен жамандық туралы халық ертегілері. 8 пен 9 сандарының көбейту және бөлу кестесі таныстырылады. 9-дың көбейту кестесін саусақ арқылы көбейтіп үйренуге болады екен. Ендеше барлығымыз бірге балалар. Кәне 10 саусағымызды көтерейік жоғары. Ал балалар, енді маған қарап отырып барлығымыз бірге есептеп көрейік. Кәне 9 Бүгінгі сабақ Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі желісінде өтіледі. Қарлығаш балапандарына көмек сұрап, көкек пен қарғаға барады. Олар оған көмек бермейді. Енді балалар, бүгінгі сабақта біз Қарлығаштың балапандарын құтқару үшін көптеген есептер шығарып көмектесуіміз керек. Балалар, 4-ші тапсырманы топтық жұмыс ретінде орындаймыз. Ал кәне, балалар, алдарына топтық жұмыс орындайтын қағаз берілді. Мінекей. Қараймыз 4-ші тапсырмаға. Сосын барлығымыз бірге орындаймыз. Мінекей, топтық жұмыс 4-ші тапсырмаға қараймыз да орындаңдар. Ескеріктірі балалар тақтада тұр. Кесте бойынша есептер құрастырып шығарамыз. Формуланы қолданып өрнек құрамыз. Шешуін дұрыс табамыз. Жауабын дұрыс жазамыз. 8-дің көбейту бөлу кестесін құрамыз. Ал балалар, жұмыс жасаймыз. Балалар, енді тапсырманы орындап болсақ, топтар бір-бірінің жұмысын бағалайды. Ал кәнекей, жұмысымызды жасаған топтар бір-біріне береді. Балалар тапсырманы орындап, Қарлығашқа көмектесуді бастады. Қарлығаш енді өзі Дәуіттен көмек сұрайды. Дәуіт болған оқиғаны естігеннен кейін Қарлығашқа мені тез жеткізуін сұрайды. Ал балалар бұл жерде Дәуітті тез Қарлығаштың ұясына жеткізу үшін жеке жұмыстарды шапшаңдықпен орындайды. Қараңды алдарына қой. Міне, енді өзіміздің жауабымыздың дұрыс емесін тексеру үшін балалар. Міне, мынаны ашамыз, сағаттың бетін ашамыз. Сол кезде 8 пен 9-ды көбейту кестесі шығады. Қолымызға қара қаламды аламыз. Өзіміздің жауабымыздың дұрыс емес екенін тексереміз. 8 бөлім дұрыс, 8 2 16 дұрыс,
8 3-ім 24 дұрыс. 8 4-ім 32 дұрыс. 8 5-ім 40 дұрыс. 8 6-ым 48 дұрыс. 8 7-ім 56 дұрыс. 8 8-ім 64 дұрыс. 8 9-ым 72 дұрыс. 8 10-ым 80 дұрыс. Балалар, орындаған тапсырмаларыңды тақтадағы дұрыс жауаппен тексеріңдер. Және тексеріп болған соң өздерің бағалайсыңдар. Қане тексере ойыңдар. Бағалайық қане. Я. Дұрыс. Қане бағалаймыз. Жақсы. Ендеше балалар, Айару, не себепті өзіңді орташа бағаладың? Өйткені жауабымды жазбаппын. Жақсы. Тағы да Нұрғанат, не себепті өзіңді орташа бағаладың? Мен жауабым дұрыс жазбаппын. Жарайсың, Айбар. Балалар, енді сабақтың соңындағы кері байланыс. Ол үшін мына алма ағашына біз алмаларды орналастыруымыз керек. Жасыл алма, мен сабақты толық түсіндім. Сары алма, мен сабақты жартылай түсіндім. Қызыл алма, мен сабақты мүлдем түсінбедім. Ал енді балалар келіп алма ағашына орналастыра қояйық.